Енді мынау қажылыққа енді бару құлшылық, Алла разылық үшін барамыз деп отыр. Кейде болады енді арасында қажылыққа бара жатырмын деп жолай кемемен қыдыратындар бар, болмаса бір саяхаттап кететіндер бар арасында. Солай қажылық жасап келуге бола ма? Кіші қажылықта, үлкен қажылық болсын. Енді жаңа айттық қой біз. Болмаса жаңа суретке көп түсіп, міне мен қажылықта жүрмін, көріңдер, қараңдар деп. Қажылық ол қай жерде орындалады? Мекке, Медине. Оның жаңа артықшылығы жайлы хадисте айттық. Жаңағы Харам мешітінде оқыған намаз 100 000 есе артық болса, Пайғамбарымыз мешітінде 1000 есе артық. Енді қараңыз, бірінші ол қасиетті орын, қасиетті жер. Оның жердегі құлшылықтың дәрежесі еселенеді. Пайғамбарымыз хадисіне келтіреді. Бір деректерге келтіреді. Жалпы Кабаға, Алла Тағаланың үйіне күніне 120 береке түсіп тұрады дейді, рахмет Алланың. Соның 60-ы тауаф етушілерге, 40-ы жаңағы намаз оқушыларға, 20-сы сол Кабаға қарағандарға беріледі дейді, таратылады дейді. Енді қараңызда, осындай құлшылық еселенетін, осындай артықшылыққа сондай жерге барған адам, бұл жай саяхат емес. Соны ұғыну керек. Ол құлшылыққа, мақсаты құлшылыққа болу керек. Қазақ атамыз осы мысалы қажылық құлшылығын құрметтеп, құрмет ретінде не деді? Ол сапар деді ғой. Әрине. Одан қайта оралғандарды қажы деп, олардан бата сұрайтын болды ғой, дұрыс па? Сондықтан да ол қажылық жай саяхат емес. Ол құлшылық сапары. Бірінші мақсаты Алла разылығы үшін сол жерде барынша құлшылығын орындау. Ықыласпен Алла разылығы үшін орындап қайту керек. Яғни бос уақыттың бәрін тек құлшылыққа арнау керек қой. Тауаф жасай бер. Қайта барасың ба, бармайсың ба? Алланың саған берген бір мүмкіндігі пайдалану керек қой. Еш жаққа алаңдауға болмайды. Алаңдауға болмайды. Тек құлшылық мақсатында бару керек. Құлшылық мақсатында бару керек. Ол барып ол жерде жаңағыдай мен құлшылық жасап жатырмын, суретке түсіріп, ішінде мысалы мақтаныш мақсаты болатын болса, рия ниеті болатын болса, құлшылығынан айырылып қалмау. Өйткені рия дегеніміз не өзі? Мынау құлшылық дегеніміз не өзі? Құлшылықты ғалымдар мынау шыныға теңейді. Мынау өте бір жұқа, нәзік шынылар бар. Қолмен түртіп қалсаң, сынып қалатындай. Құлшылық дәл сондай дейді. Егер де рия тиетін болса, рия құлшылыққа келетін болса, шыны қалай сынса, дәл солай құлшылықты жойып жібереді. Ол шыны қайта сен не аламайсың ғой, жеңе алмайсың. Сол сияқты рия кіретін болса, құлшылығынан айырылып қаласың. Сондықтан да ғалымдар құлшылық орындаудан дейді, құлшылықты сақтау өте қиын дейді, қараңыздар. Құлшылықты орындай бересің, бірақ сақтау қиын, өйткені рия сындырып жіберуі мүмкін да, жаңа шынын сындырғандай. Осыған сақ болу керек.